Баршаңызға сәлем, мен Айсұлу. Бүгін сіздермен бір жасағаннан шығатын үй жағдайында тестісі өте жұмсақ болып шығатын пицца рецептімен бөліскім келіп тұр. Алдымен бөлме температурасында тұрған жылы сүтімізге бір шай қасық ашытқы салып, жақсылап араластырып аламыз. Және осы сүтімізді үлкендеу ыдысқа құйып, үстінен шым тұз салып, және жарты шай қасық қантымызды саламыз. Және сұйық майымызды 2 ас қасықтай осы жылы сүтіміздің үстінен құйып аламыз. Әрі қарай ұнымызды біртіндеп сала отырып, қолымызбен жабыспалы, бірақ өте жұмсақ қамыр илеп шығатын боламыз. Бірден айтайын, бұл тесті өте жұмсақ болып шығады, сәтті шығады. Бір жасағаннан үй жағдайында бәрі қолжетімді құрамы. Әрине салмасын өз қалауыңызша өзгертіп жасасаңыз да болады. Тестісі барлығына жарай береді. Өте жұмсақ болып шығады тестісі. Пиццаңыз үлпілдеп, жұмсақ болып шығатын болады. Қатып кетпейді, айналасы барлығы жұмсақ болып шығады. Ұнымыздың ең соңғы бөлшегін салған кезде қамырымыздың айналасын ыдысымызды жинақтап, шыққан қамырымызды 20-30 минутқа көтерілуге қойып қоямыз. Міне осындай қолға сәл ғана жабысатын өте жұмсақ қамыр шығу керек. Міне тындырып көтеруге қойған кезде қамыр осындай теп-тегіс жұмсақ болып шығады. Енді қамырымызды табамызға орналастырып аламыз. Өздеріңіздің қалауыңыз бойынша тойымды пицца болғанын қаласаңыз сәл қалыңдау етіп немесе жұқа етіп табаға орналастырып аласыздар. Мен мына жерде базилик қосылған соус кетчуп түріндегі жағып шықтым. Әрине өз қалауларыңызша соусты да таңдай аласыздар. Оның үстіне ірімшігімізді және колбасаларымызды, шұжықтарымызды. Сосын олардың ортасына қызанақтарды орналастырып шықтым. Пицца өте дәмді, жұмсақ болып шығады. Ең соңынан қалған ірімшікті бетіне себетін боламыз. Енді осы дайын пиццамызды 20-25 минут қызып тұрған 180 градуста пеште пісіріп аламыз. Міне өздеріңіз көріп тұрғандай жұмсақ үлпілдек пицца болып шығады. Егер рецепт ұнаса, каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз.